Балқаш көлінің шығу төркіні мен мағынасы жайлы әр түрлі пікір бар. Көлдің қазіргі атауына байланысты халық ішінде аңыз белгілі. Көп ғасыр бұрын көлдің батыс жағалауын бір бай мекендеген екен. Оның Балқия атты аса көрікті қызы болыпты. Ол тек көркімен ғана емес, ақылымен де, адамгершілігімен де ел аузына ілігіпті. Сүйікті қызды бүкіл жұрт еркелетіп, Балқаш деп атайтын болыпты. Балқаш жасы 17-ге толғанда алыс елден келген Ерден атты бір жас жігітке ғашық болады. Алайда қазақтың көне әдет-ғұрпы бойынша ата-анасы қызды бала күнінде атастырып қалың мал алып қойған екен. Мұны естіп білген қыз бен жігіт жасырын қашпақ болып бір ыңғайы келген түнде екеуі екі атқа мініп қашып кетеді. Ыза болған қыздың әкесі жігіттерге қашқындарды ұстап әкелуге әмір береді. Қашқындарды іздеп шыққан жігіттер ат тұяғының ізімен жүріп отырып қыздың тығылған жерін табады. Қуғыншыларды көрген соң әкесінің қатал мінезін жақсы білетін Балқия қолға түскеннен өлімді артық көріп биік жардан көлге секіреді де су түбіне кетеді. Бұл оқиға сол маңдағы елге түгел жайылып, көлді өздері еркелетіп айтатын сүйікті жас арудың атымен халық Балқаш деп атап кеткен екен.